2001 жылы Коко есімді горилла өзінің ең жақын досы Майклдан айырылды. Осы оқиғадан кейін оның көңіл күйі күрт төмендеп, ұзақ уақыт бойы жымиғандай емес. Коконың жағдайын жақсарту үшін The Gorilla Foundation қызметкерлері атақты актер Робин Уильямсты қонаққа шақырады. Кездесу кезінде күтпеген жағдай болды. Коко ішек сілесі қатып күліп, Робин да бірге күліп, екеуінің арасында ерекше байланыс орнағандай әсер қалдырды. Коко ASL тілінде еркін сөйлейтін еді. ASL дегеніміз American Sign Language. Нашар еститін немесе мүлдем ести алмайтын, сөйлей алмайтын американдықтардың ың-таңба тілі, яғни язык жестов. Коко тек тамақ сұраумен шектелмей, эмоцияларын, қалауын, тіпті қарапайым ойларын да жеткізе алған. Кейбір жауаптары зерттеушілерді шынымен де таңғалдырған. Ал 2014 жылы Робин Уильямстың қайтыс болғаны туралы хабарды естіген кезде Coco has been really somber and low-key. She's needing a lot of support. The sign that she told me was she does a cry lip, meaning cry woman. Біз адамдар өзімізді ерекшеміз деп санаймыз. Венец творения. Әлемге де, табиғатқа да және қоршаған ортаға антропоцентристік көзқараспен қараймыз. Жануарларды тым қарапайым, олардың істерінің астында тек қана инстинкттер жатыр деп ойлаймыз. Және де жануарлар өз әрекетін түсінбейді, яғни не осознают, яғни ұғынбайды деп ойлаймыз. Бірақ бұл ойымыз қаншалықты дұрыс? 20 ғасырдың ортасына дейін ғалымдар бір пікірде болды. Тіл тек адамға ғана тән қабілет. Мысалы, Юваль Ной Харари өзінің Sapiens: A Brief History of Humankind еңбегінде Homo sapiens'тің басқа адам түрлерінен озып шығудың тілдің ерекше формасымен, яғни когнитивтік революциямен байланыстырады. Оқуға кеңес беремін. Менен сізге recommendation. Сондықтан ұзақ уақыт бойы ғылымда мынандай ұстаным үстем болды. Жануарларда ой болуы мүмкін, бірақ тіл жоқ. Ал тіл жоқ жерде күрделі сана да жоқ. Бұл көзқарас ондаған жылдар бойы өзгермеді. Сосын Коко дүниеге келді. 1971 жыл, Калифорния. Жас зерттеуші Пенни Петерсон кішкентай горилланы зерттеу жобасына алды. Оның есімін Коко деп қойды. Жобаның мақсаты батыл еді. Гориллаға American Sign Language-ді үйрету болатын. Неге дәл ишара тілі, яғни неге язык жестов, неге ағылшын тілін бірден үйрете салмасқа? Себебі горилланың дауыс аппараты адамша сөйлеуге бейімделмеген. Зерттеудің тағы да бір маңызды мақсаты Коко жай ғана белгілерді қайталап қана қоймай, ол оларды түсінуі тиіс еді. Оқыту жүйелі түрде жүргізілді. Бұл ондаған жылдарға созылған еңбек болды. Уақыт өте Коко 1000-нан астам ың белгілерін қолдана алды және шамамен 2000-ға жуық ағылшын сөзін түсінетін деңгейге жетті. Бірақ ең маңыздысы сөздердің жай ғана саны емес, ол сөздердің комбинациялары. Бір күні оған сақинаны көрсеткенде Коко саусақ және білезік деген екі белгіні көрсетеді. Яғни Коко жаңа сөз ойлап тапты. Тілдің дамуы жаңа сөздер мен ұғымдардың пайда болуымен байланысты екенін ескерсек, бұл жай жаттау ғана емес, жаңа мағына, жаңа атау құрастыру. Демек, Коко тек сөздерді ғана жаттап қоймай, оларды шығармашылық тұрғыда пайдалана алды. Ал шығармашылық бұл инстинкт емес, бұл когнитивтік икемдіктің белгісі. Демек, Коко сөздерді жаттап қана қоймай, оларды шығармашылық тұрғыда қолдана алды. Ал шығармашылық бұл инстинкт емес, бұл когнитивтік икемділіктің көрінісі. Тағы да бірден одан не қалайсың деп сұрағанда, ол мысық деген ымды көрсетеді. Кейін оған мысық сыйлады. Коко оны еркелетіп, ат қойып, анасы секілді қамқор болды. Алайда бір күні мысық көлік астына түсіп қаза табады. Кокодан не болды деп сұрағанда, Коко жаман, жылау, қайғы деген белгілерді көрсетті. Бір қызығы, Коко American Sign Language-ді үйренгеннен кейін басқа гориллалармен араласпаған. Керісінше адамдармен уақыт өткізгенді, олармен сөйлескенді ұнататын. Дэниел Киздің «Цветы для Элджернон» атты кітабындағы ақылды болып кеткен Элджернон тышқаны сияқты. Айтпақшы, бұл кітапта менен сізге recommendation. Осы орайда сіз ойлауыңыз мүмкін, мейлі бір ерекше ақылды горилла ым-ишара тілін үйренді делік. Бірақ бұл тек қана бір ғана мысал ғой. Қалған гориллалар болсын, папугайлар болсын, неге сөйлеп кетпеді десеңіз, дәл осы Коко горилласына дейінде кейінде
адамдармен сөйлесе алған жануарлар көп болды. Коко тек оларға қарағанда ерекше ақылды болды және танымал болды. Мысалы, 1960-1970 жылдары Бошо есімді шимпанзе шамамен 350 белгілерін үйреніп, ойын жеткізе алған. Бұл жағдайда ең қызығы, Ошоның баласы туылғанда, ол өз баласына ASL тілін үйреткен, яғни American Sign Language'ді. Коко мен Ошо тілінде сөйлесе, бонобо маймылы Канзи адамдардың тіліне ең жақындаған маймыл болды. Ол маймылдардың арасындағы гений еді. Себебі тек адамдармен сөйлеп қана қоймай, Канзи видеолардан адамдардың қалай от жағатынын көріп, ол өзі от жағуды, тіпті отта тамақ жасауды үйреніп алған. Канзидің баласы туғанда, оған да от жағуды үйреткен. Бір күні Крис Дако негі бар YouTube блогер зерттеушілерге ерекше ұсыныс жасайды. Канзиге Майнкрафт ойынын үйретіп көру. Айта кету керек, мен осы күнге дейін Майнкрафт деген ойынды жек конструктор песочница ойыны деп ойлаппын. Бірақ сөйтсем, кішігірім сюжеті бар, выживалка, яғни survival ойын екен ғой. Сонымен, Канзи және оның ұлы Теко басында ойында жүріп тұру, есікті ашу деген қарапайым механикаларды үйренді. Кейін ойынды осознанно ойнай бастады. Майнкрафт ойынында логика керек. Себебі бірнеше блоктан жаңа типтегі блоктарды жасауға болады. Уақыт өте келе, Канзи және оның ұлы Теко Майнкрафт ойынын кәдімгідей үйреніп алды. Тіпті екеуі бірге финалды босс Эндер айдаһарын жеңіп, Майнкрафттың сюжетін аяқтады. Окей, сіз ойлауыңыз мүмкін, әрине приматтардың милары үлкен, олар шынымен де ақылды болуы мүмкін деп. Бірақ интеллект тек приматтарға ғана тән емес. Жануарлар әлеміндегі ең әсерлі мысалдардың бірі ол қарғалар. Көптеген зерттеулер олардың когнитивтік қабілеттері шамамен 7 жасар баламен тең екендігін көрсетеді. 2011 жылы Чик, Бёрд және Клайтон жүргізген Эзо парадоксы деп аталатын экспериментте қарғалар суы аз ыдыстың ішіндегі жемге жету үшін тастарды пайдаланды. Бірақ олар кез келген тасты емес, ірі әрі ауыр суды көбірек ығыстыратын тастарды таңдайды. Су деңгейі көтеріледі, жем жоғарылайды. Бұл кездейсоқ емес, яғни бұл совпадение емес, себебі қарғалар заттардың физикалық қасиеттерін түсінетін дәлелі. 2002 жылы Вейер, Шапель және Качельник жүргізген тәжірибеде Жаңа Каледония қарғасы Беттиге түтіктің ішіндегі азыққа жету керек болды. Бірақ дайын ілмек берілген жоқ. Тек түзу сым ұсынылды. Бірақ Бетти не істеді? Ол сымды тұмсығымен иіп, ілмекке айналдырды. Сосын сол ілмекпен азықты шығарып алды. Яғни ол бар құралды өзіне ыңғайлы етіп жасап алды. Бұл зерттеулер бір маңызды қорытындыға келеді. Қарғалар құрал жасай алады, оны жетілдіре алады, себеп-салдар байланыстарын түсінеді. Тіпті болашаққа дайындала алады, яғни қысқа болсын, жылға болсын. Одан кейін олар әлеуметтік ақпараттарды есте сақтап өзгелерге жеткізеді. Яғни, әрине, бұл қарғалар адамдар сияқты ойлай алады деген сөз емес. Бірақ интеллект тек приматтарға ғана тән деген ойды жоққа шығарады. Бұл видео BBC-дің Spy in the Wild деректі сериясынан алынған эпизод. Онда топтың ішіне енгізілген роботтыңшы лангур маймылдарының әлеуметтік мінез-құлқын бақылау үшін пайдаланылды. Бір сәтте робот құлап, қозғалыссыз қалады. Лангурлар оны өлген сәби деп қабылдап айналасына жиналады. Кейбірі оны көтеруге тырысады. Бірақ роботтыңшы орнынан қозғалмады. Өлген сәбиге ешқандай көмегін көрсете алмағанын түсінгенде, лангурлар үнсіз қалып, қайғырып, бірін-бірі жұбатып жатты. Осылайша, BBC режиссерлары кездейсоқ лангур маймылдарының эмпатиясын көрсетті. Осы тұста маңызды сұрақ туындайды. Жануарлар өлім ұғын түсінеді ме? Тек түсініп қана қоймай, қайғырып, жоқтай алады ма? Мысалы, қарғалар өлген қарғаны көргенде, алғаш байқаған құс қатты қарқылдап басқаларын шақырады. Бірнеше минуттың ішінде айналасына топ қарға жиналады. Олар мәйітті айналып жүріп, қарап үнсіз тұрады. Кейін олар қайтыс болған қарғалармен қоштасады. Тіпті бір жерлеу рәсімі сияқты. Бірақ қазақ тіліндегі жерлеу немесе орыс тіліндегі похороны сөздері 100% сәйкес келмейді. Бірақ ағылшын тілінің funeral сөзі осы қоштасу рәсімін дәлірек айтатын сияқты. Ал егер қарғаның өлімі зорлықпен болғаны байқалса, қарғалардың реакциясы мүлде өзгереді. Олар ұзақ уақыт бойы қатты қарқылдап, ызаланып тұрады. Қарғалар тек өлім концепциясын ғана түсініп қана қоймай, сонымен қатар өлім контекстінде түсінеді.
Африка мен Азияда жүргізілген далалық зерттеулер бойынша пілдердің өлген пілдің жанына жақындаған кезде сүйектерін сипап, айналып, ұзақ уақыт қайғырып тұратындығын көрсеткен. 2003 жыл Кения, Самбуру қорығы. Жасы үлкен аналық піл Элеонор әлсіреп құлап қалады да қайта тұра алмай жатады. Жанындағы пілдер кетіп қалмай Элеонорды тұрғызуға тырысады. Тұмсықтармен сипайды. Ұзақ уақыт қасында қалады. Элеонор қайтыс болған кезде жанындағы пілдер ұзақ уақыт бойы үнсіз қалып аза тұтады. Элеонор қайтыс болғаннан кейін бір аптаның ішінде 5 түрлі отбасы оның мәйітіне келіп ұзақ уақыт қарап қайғырып тұрады. Ал Элеонордың мәйітінен тек сүйек қалған кезде жанынан өткен басқа пілдер сүйегін жинап оларға тағзым көрсетеді. Мысалы, дәл қазір көріп жатқан видеоларыңызда дәл сол Самбуру қорығында Кенияда 2013 жылы бір топ піл басқа пілдің мәйітін табады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, басқа пілдер де тоқтап, тағзым көрсетіп, ұзақ уақыт бойы үндемей үнсіз қатады. Бір піл ерекше қайғырып, көзінің айналасынан тіпті жас шығады. Егер жануарларда эмпатия бар десек, қатыгездік пен зұлымдық туралы, агрессия туралы не айтуға болады? Әлде бұл қасиеттер тек адамға ғана тән ба? Мысалы, касаткалар мұхиттағы ең интеллектуалды жануарлардың бірі. Олар топ-топ болып өмір сүреді. Мысалы, мына жоғары жақта ұшып келе жатқан бұл тюлень. Касатка оны жай ғана қызық үшін аспанға ұшырып жіберді. Ал мысалы, мына видеода касаткалар әдейі толқын жасап, мұз үстінде жатқан тюленді суға түсірді. Ал мына видеода өзімен өзі бейбіт жүзіп келе жатқан скат ешбір қорықпай касаткаларға жақындады. Себебі касаткалар әдетте скатқа аңшылық жасамайды, яғни олардың рационына кірмейді. Бірақ бір касаткаға оның тым жақын жазып жүргені ұнамаған болу керек, әлде іші пысты ма, оны құйрығымен бір талдырып өлтіреді. Байқағандарыңыздай, жануарларда адамға тән қасиеттің барлығы бар. Жек көру, жақсы көру, эмпатия, симпатия, агрессия, тіпті қаза болғандарды аза тұту да бар. Сондықтан біз адамдар уникальды емеспіз. Жануарлар да дәл біз сияқты. Немесе біз де дәл сол жануар сияқтымыз. Біз осы видео басталғалы бері жануарлардың интеллектісі мен эмоцияларына көз жеткіздік. Енді одан да таңғалдырарлық мысалға көшейік. Ол жапырақ кескіш құмырсқалар. Бұл құмырсқалар күні бойы шаршамай жапырақ кеседі. Бірақ ол жапырақты өздері жеу үшін тасымайды. Бұл құмырсқалар нағыз фермерлер. Құмырсқалар жапырақты кесіп, жер астындағы илеулеріне апарады. Бұл жапырақ илеулерінде орналасқан саңырауқұлақтарға жем сияқты, яғни өсіруге арналған субстрат. Жапырақ кескіш құмырсқалар жапырақтарды шайнап, каша жасап, саңырауқұлақтарға береді. Яғни тура адамдар сияқты саңырауқұлақты мал сияқты асырап өсіреді. Кейін сол саңырауқұлақтармен қоректеніп өмір сүреді. Мысалы, адамзат қоректі аңшылық терімшіліктен азықты өндіруге шамамен 12 000 жыл бұрын ауысты. Ал бұл жапырақ кескіш құмырсқалар бұл аграрлы революцияны бізде әлде қайдан бұрын бастарынан өткізген. Сонымен, жануарлардың интеллектісіне, эмоциясына, тіпті ауыл шаруашылығына да көз жеткіздік. Енді жануарларға бізге тән жаман қасиеттердің бірі нашақорлық, яғни наркоманияға келейік. Мысалы, дельфиндер фугу балығын тауып алып, оны қорқытады. Ал фугу балығы болса, қорыққан кезде, яғни өміріне қауіп төнген кезде үрленіп алады. Ал тікендерінің ұшында қорғаныш механизмі ретінде тетрадотоксин деп аталатын улы зат бөлінеді. Тетрадотоксин белгілі бір мөлшерде кез келген жыртқышты өлтіре алады. Бірақ дельфиндер ақымақ емес қой. Дельфиндер фугу балығының улы заты аз дозада өлтірмейді, жай ғана кайф беретінін жақсы біледі. Үрленіп тұрған фугу балығын жайлап қана тістейді де бір-біріне косяк сияқты береді. Кейін қатып алған, яғни эйфорияға тойып алған дельфиндер су бетіне теріс қарап рахаттанып жүзіп жүреді. Түрлерін қараш, бұларға басқа ештеңе қажет емес қой. Негізі табиғатта наркоман жануарлар өте көп. Мысалы, Африкада кейбір пілдер табиғи түрде ашып кеткен жемістерді жеп, этанол әсеріне ұшырайды. Тіпті кейбір лемурлар мен бұғылар құрамында белгілі бір нейроактивті заттар бар өсімдіктерді немесе жемістерді жеп қатып алады. Сондықтан тіпті наркомания да тек адамға ғана тән емес.
қарап тұрсаңыз, жануарларда адамға тән қасиеттердің барлық дерлігі бар. Жануарлар да белгілі бір құрылымдарда, яғни мемлекеттерде өмір сүреді. Тіпті кейбіреуі аңшылық пен терімшіліктің орнына ауыл шаруашылығымен күн көреді. Олар да адамдар сияқты жақсы көреді, қызғанады, ашуланады, бірін-бірін жек көреді, қамқор болады, тіпті қайтыс болғандарына жоқтау айтады. Меніңше, жануарлар мен адамдардың ең басты айырмашылығы ол мәдениет пен тіл. Мысалы, адамдардың отты игеруі, қару жасауы, киімдерді ойлап табуы, тағамдарды өндіруге көшуі Homo sapiensті ең табысты жануарға айналдырды. Адам ең алғашқы рет осыдан шамамен 45 мың жыл бұрын Шове үңгірінде жартастарға сурет салған кезде, тілді пайдаланып, әңгіме айтқан кезде адамға айналды деп ойлаймын. Сондықтан мәдениеттеріңізді арттырыңыз және де тіл үйреніңіз. Себебі тіл жай ғана коммуникация құралы емес, тіл өмірге деген көзқарас. Қазақ тіліндегі ғылыми танымдық YouTube шоуға қолдау білдіріліп, арнаға жазылып, ұнайды батырмасын басып, пікірлеріңізді қалдырыңыз, басқаларға біздің видео туралы айтыңыз. Және де назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыздар. Қазақша контент жасасын.